Ассаламу алейкум. Бүгінгі брифингте сіздерге Қарақалпақстан диқаншылық ілім зерттеу институтындағы өткеріліп атырған іліми жұмыстар, іліми жетістіктер, әмде сондай-ақ ілім тарауының өндіріске беріп атырған өнімдері хақында қысқаша баян етпекшімін. Қарақалпақстан диқаншылық ілім зерттеу институты 1928 жылы түзілген болып, бүгінгі күнгі шекем Шымбай, Қарақалпақстан Республикасы Шымбай районының арқа зонасында жайласқан. Қазіргі уақытта институт хақында мағлұмат беретін болсақ, бұл тарауда қазіргі күнде институтымызда 7 лаборатория іліми жұмыстармен шұғылданып жатырды. Сонымен қатар бұнда ғаваша селекциясы тұқымгершілігі, дәнді, собықлы әмде майлы егілер селекциясы тұқымгершілігі, отжем егілер селекциясы тұқымгершілігі, агротехника лабораториясы, өсімдіктерді қорғау лабораториясы, сондай-ақ өсімдіктерді қорғау лабораториясының қасындағы биолабораториямыз, әмде механизация лабораториялары іліми жұмыстар алып бармақта. Текарынан Қарақалпақстан Республикасы диқаншылық ілім зерттеу институтында іліми жұмыстар, іліми кеңестің қарарыменен өткерілетін іліми жұмыстар қабыл етіледі ережеге текар. Жетістіктерімізді айтатын болсақ, ғаваша селекциясы тұқымгершілігі лабораториясында өндіріске қазіргі уақытында Шымбай 50-18 сорты районластырып, республика бойынша диқанларымыз егіп келмекте. Сондай-ақ соңғы жетістіктерімізді алатын болсақ, мемлекеттік реестрге ғавашаның тез пісер құрғақшылыққа шыдамлы сортларынан есептелген Шымбай 50-60 әмде КК 35-35 сортлары мемлекеттік реестрге кірітіліп, институтымыздың тәжірибе қожалығында оның суперэлита тұқымдары жеткерілмекте. Дәнді егілер лабораториясында сырттелермен бірге істесуді жолға қойғанлықтан, икарды шөлкөммен көп жылдық зерттеулер нәтижесінде көзге жұмсақ бидайдың Шымбай арал сортлары жаратылды. Қазіргі уақытта бұларға патент алынып, институтымыздың тәжірибе қожалығында суперэлита тұқымдары жетістірілмекте. Отжем егілер лабораториясының жетістіктерін айтатын болсақ, диқанларымыз үшін мал шаруашылығын рауаждандыруда Чимбайская юбилейная, жоңышқаның сортлары, әмде Судан шөбінің сортлары, Африка тарығының сортлары жаратылып, өндіріске ұсынылмақта. Сонымен қатар институт текарғы жұмыс бағдарлары жаңағы лабораториялармен бірге, іліми жұмыстарымен бірге, бұл іліми әмели әмде инновацион проектлерді алып бару менен де өзі ажыралып тұрады. Осы ілім жетістіктерін өндіріске енгізуде іліми қызметкерлерімізден қазір уақытта институтымызда 51 штат қызметкерлер жұмыс істейтін болса, оның 19 іліми қызметкер болып, 2 ауыл қожалық ілімдерінің докторы, әмде 7 ауыл қожалық ілімдерінің кандидаты бар. Сонымен қатар институтымызда жас ілімбаздарымыз еркін ізденушілер де өз іліми жұмыстарын алып бармақта. Тәжірибе қожалығына келетін болсақ, институтымызда тәжірибе қожалық базасы бар. Бұнда 1022 гектар майдан болып, сондан 593 гектар суғарылатын жер майдан болып есептелінеді. 25 жыл зират үшін 60 гектар майданға ғавашаның КК 35-35 сорты егілді, 10 гектар майданға көздік бидай егілді, сондай-ақ 20 гектар майданға гүнже, 20 гектар майданға мәш әм басқада егілдер егіліп, бүгінгі күнде жинап теріп алу жұмыстары алып барылмақта. Енді сонымен қатар майлы егілердің де жаңа сортлары жаратылып, бұл патент алынған, соларда КК 28, КК 52, КК 60, әмде КК 50 сортлары мемлекеттік реестрге кіргізіліп, бұл қазіргі уақытында олардың суперэлита тұқымлары базамызда тұқымлары көбейтілмекте. Мал азық егілерден Қарақалпақ 15, Шымбайская юбилейная, Шымбай 8 сортларда суғарылатын аймақларда егу үшін ұсыныс етілген. Институтымыз тарапынан, алымдары тарапынан соңғы жылдарда КК 35, Шымбай һәм арал сортлары бойынша патент алынған, Шымбай 50-60 сортына, ғаваша сортына патент алу үшін талапнама берілген. Сонымен қатар институтымыздың лабораториялық жойбарлар менен қоса сырт елдермен бірге істесуді де бір қанша жолға қойылған. Оларда икарды менен бірге істесу, ФАО мен бірге істесу, ИКВА мен бірге істесу жұмыслары алып барылып, қазіргі уақытында ұнамды нәтижелер алып, өндіріске енгізуге
азыркы убакта эрежелештирилмекте. Енді тәжірибе алмасу үшін мінекей илим, билим hamda өндірісте тәжірибе алмасу үшін біздің ғалымдарымыз сәмі уақыт өндіріске шығып методикалық жәрдемдер көрсетіп келмекте. Мысалы, ғауашаның жаңа сортларын жетістіруде методикалық жәрдем, ғауашаның егістен жинап теріп аламан деген шемке фазааралық жұмысларында методикалық жәрдемдер көрсетіп, өзінің ұсыныстарын беріп келмекте. Сонымен қатар, әр жылы Қарақалпақстан Республикасының қоршаған аймақ орталығында жыл өзгешелігін есепқа алып, ғауашаның, бидайдың сортларын жетістіру агротехнологияларына да айырмашылықтарын есепқа алғанда ұсыныстар беріп келмекте. Енді мінекей келешектегі вазифаларға тоқтайтын болсақ, келесі жылларда осы Қарақалпақстан Республикасының ықылым шариатына бейімделген ғауашаның, жұмсақ күздік бидайдың, сондай-ақ жаздық бидайдың, майлы егілердің селекциясын тұқымгершілігі жаңа сортлар жарату, олардың тұқымгершілігін жөнге қою. Сонымен қатар республикамыздың фермер қожалықтарында алмасылап егу, қысқа ротациялы алмасылап егу схемасын енгізу. Сонымен қатар тұқымның дала апробацияларында қатынасу сияқты келешекте өз вазифаларымызды орындап, ilmi жұмыстарды, өндірісті давам ете бермекшіміз. Сондай-ақ мінекей біз Қарақалпақстан мемлекеттік университеті, Қарақалпақстан ауыл қожалығы агротехнологиялар институтымен шартнамамыз бар. Ол жердегі бітіруші бакалавр магистрлеріміз біздің институтымыздың тәжірибе қожалықтарында болып, өздерінің диссертациялық ilmi жұмыстарын алып бармақта. Оларға да методикалық жәрдем көрсетіп, олардың іс ережесіне текар орындалуын бақылап, hamda ilm жетіскендіктерін әмелге асыруда өз күшімізді аямаймыз.